28 наурыз 24 жылы біздің институтымыз командирдің бұйрығымен біз 2 тікұшақ Батыс Қазақстан облысына су тасқынынан қарсы бағытталдық. Алдында айтқанша, біз оны күтпеп едік, хабар келеді деп. Біз оған дайын болдық. Содан келгеннен кейін жергілікті органдармен бірге жұмыс істеп, адамдарды құтқара бастадық. Сол топты мен басқарып, үлкен жұмыс жасадық. Біздің тікұшақтар және экипаждар адал жұмыс жасап, сол Батыс Қазақстан облысында 400-дей адамдарды құтқардық. Оның ішінде көп бала болды. Сол кезде Ақтөбеде де басталды. Ауыл маңайларында әсіресе қатты су апаты, Ойыл ауданына Берсиев ауылы қатты суға батты. Тек ұшқыштар ғана емес, басқа жеке құрам жұмыс істеді. Біздің жергілікті батальон, қамтамасыз ету инженердің құрамы, бәрі институтымыз жабылып, біздің Ақтөбе облысына жұмыс істедік. Айтады ғой, бір 100-лықтай жұмыс жасадық. Қостанай облысы, ол жақында хабар келді бізге. Өйткені Астанадан ұшқыштар жұмыс істеп отқаннан кейін бізден көмек сұрады. Біздің экипаждар, сол 2 экипаж барып, ортада жұмыс істеді. Біз тек мақсатымыз көмектесіп, тез адамдарды шығарып, сондай үлкен жұмыс жасады.